Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Ал қанекей достар, бір-бірімізбен амандасып алайық. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Жақсы, жақсы. Тамаша. Керемет, жақсы, тамаша, керемет. Бүгін біздер қазақы бұрышымызға барып, оюлармен танысамыз. Саяхатқа барғыларың келе ме балалар? Олай болса кеттік саяхатқа. Балалар, міне біздер бүгін ұлттық бұрышымызға саяхатқа келдік. Балалар, бұл жерде нені көріп тұрмыз балалар? Не көріп тұрмыз? Домбыра, кәжекей, дөңгелек парша. Мынау не балалар? Дастархан. Балалар, көрдіңдер ме? Бұл ұлттық бұйымдарымыздың барлығы оюмен көрнектелген екен. Міне, додокайыр берілген екен. Бұл додокайырда әртүрлі оюлар бар екен. Мен сендерге сол оюлармен таныстырамын. Қараңдаршы, мына оюдың аты тұмарша. Тұмарша. Қандай түсті тұмарша? Қызыл түсті. Ал қараңдаршы, мына ою қос дөңгелек деп аталады. Қос дөңгелек қандай пішінде болды? Дөңгелек екен. Ал мына ою дұрыс, гүлге ұқсайды. Бұл оюдың аты гүл шоғы деп аталады екен. Ал қараңдаршы, мына оюдың аты құс қанаты дейді. Құстың қанатына ұқсайды екен. Дұрыс айтасың, дұрыс көрсетіп жатсың. Төрт құлақ. Төрт құлақты қай жерден көріп тұрсыңдар балалар? Дұрыс, міне үстелдің бетінде қандай ою тұр екен сонда балалар? Төрт құлақ тұр екен. Жарайсың. Ал енді балалар, біздің келесі тапсырмамыз, келесі ойынымыз, сіздердің алдарыңызға оюлар берілген, әртүрлі түсті оюлар берілген, сол оюларды мальбрус тастармен әсемдейміз. Оюларымыз әдеміленсін. Әне қараңдар. Қандай түсті алып жатсың? Әне жасыл түсті алып жатырсың. Жасыл түспен әсемдеп жатырсың. Жарайсыңдар. Ал егер сен қандай түспен әсемдеп жатсың оюыңды? Сары түспен. Бұл қандай ою? Дұрыс, қошқар мүйіз. Ал сәнде арайсың. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ал жұлдыз, мынау қандай ою деп ойлайсың? Маған ғана таныстық. Қандай ою бұл? Бұл ойының аты қалай аталады? Тұмарша, дұрыс айтасың, тұмарша екен. Ал сенің ойың қандай ою? Маған ғана таныстық балалар. Бұл? Қанаты. Ал мына ойың қандай? Төрт құлақ. Жарайсыңдар. Қанекей, бәріміз әсемдеп болдық па балалар? Оюларыңыз әдемі болды ма? Жарайсыздар, олай болса келесі тапсырмамызға көшеміз. Балалар, қанекей біздің алдымызда сиқырлы су тұр. Біздер бүгін әртүрлі оюлармен таныстық. Сол оюларды біздің сиқырлы суымыз тағы да сиқырлап береді екен. Мына жерде қараңдаршы, менің қолымда міне ақ қағаз тұр. Қараңдаршы, қазір ештеңе жоқ, қараңдаршы мына жерде. Бар ма? Таза ма? Таза, қазір осы қағазымызды суға салған кезде сиқырлы судан керемет ою пайда болады. Енді қараңдар, менің алдымыздағы суды суға саламын. Вау, керемет. Қараңдаршы міне, не шықты балалар? Үш бұрышты тұмар ою шықты. Ал қане өздеріңді сала қойыңдар. Суымыз сиқырлап, сендердің қазір қағаздарыңды не істеп береді? Ою шығарып береді. Ой, қандай керемет. Жұлдыз, сенің қандай ою шықты? Қошқар мүйіз шықты. Балалар, көрдіңдер ме? Суымыз сиқырлап біздерге әдемі оюларды шығарып берді.
Ал енді әрі қарай келесі тапсырмамызға саяхатқа барайық. Ал енді балалар, біздің келесі тапсырмамыз біздерге үлкен текемет берілген екен. Сол текеметті оюлармен әсемдейміз біздерге шығармашылық орталығына келдік. Шығармашылық орталығында біздер қошқар мүйізді губкамен саламыз. Губкамен бастырып саламыз, балалар. Міне қараңдар, міне осылай біздің текеметімізді әсемдейміз. Ал кәне жұмысқа кірісейік, балалар. Асықпаңдар, балалар. Болды, балалар. Oyulmaz, әдемі шықма балалар. Әдемі шықма балалар. Жарайсыңдар балалар. Енді осы оюларымызды кәдеге қимылмен бейнелейік. Қос дөңгелек. Тұмарша. Құс қанаты. Қошқар мүйіз. Гүл оюы. Жарайсыңдар балалар. Өте керемет қатыстыңдар. Осы оюларды естеріңе сақтап жүріңдер, жарай ма балалар? Ал енді менің сіздерге сыйлығым бар. Кәдеге жақсы хат шыққан үшін сыйлығымды беріп ала қойыңдар.